Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен фаршталған бұрыш, яғни голубцы жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге осы әдіспен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация батырмасын басып, тіркеліп алуды және де лайк басып, пікіріңізді қалдырып отыруды да ұмытпаңыздар. Ең алдымен салмасын дайындап аламыз. Қаншалықты голубцы жасайтыныңызға байланысты көз мөлшерімен фарш аламыз. Және де 2 немесе 3 дана пиязды алып, жақсылап майдалап турап фаршымызға қосамыз. Пиязды майдалап турап фаршымызға қосып алдық. Қалауыңызша 2 немесе 3 дана пияз қоссаңыз болады. Келесі кезекте бір кеседей, мен кішірек кесемен бір кесе өлшеп алдым. Алдымен жартысын қосып көретін боламын. Күріш саламыз бір кеседей кішірек, және де тұз бұрышын салып жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз бұрышын салдық. Мен мұнда күріш аздау болған соң толықтай бір кесені салдым, толтырмай, және де арасы құрғақ болмауы үшін жарты кеседей су қосатын боламын. Қыздар, сол кезде арасы ешқандай да құрғақ емес, өте әдемі болып тұрады. Салмасы осылайша дайын болды. Барлығын жақсылап араластырып қойдық. Келесі кезекте бізге болгар бұрышы қажет болады. Өзіңіз жасайтын адам санына байланысты көбірек немесе азырақ етіп жасай бересіздер. Алдымен осылайша жақсылап жуып, керек емес жерлерін алып тастаймыз. Жаңағы салмамызды осы бұрыштың ішіне кезекпен саламыз. Осылай бөліп салатын боламыз. Әр салған сайын қолымызбен нығыздап басамыз. Қыздар, бетінен асырып, қатты толтырып салудың қажеті жоқ. Кішкене ғана бетіне жеткізбей, осылайша барлығына салып шығатын боламыз. Сол кезде сорпасына пісіп жатқанда шығып, шашылып қалмайтын болады. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, каналымды жоғалтып алмас үшін подписация батырмасын басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де видеоларыма лайк басып, пікір қалдырып отыруды да ұмытпаңыздар. Каналыма кіріп видеоларымды қарап көріңіздер. Өздеріңізге қажетті, өзіңізге ұнайтын қарапайым рецепт табатыныңызға сенімдімін. Барлығын жасап қойдық. Қыздар, егерде фарштарыңыз артылып қалып жатса, тефтелі жасап қатырып қойсаңыздар да болады. Жаңағы жасаған бұрыштарымыздың ішінде фаршты осылай бір саусағыңызбен ортасын ашып, осылайынан тесіп қойсаңыздар, ешқандай да фарштарыңыз шашылмайтын болады. Келесі кезекте біз қуыруға, сорпамызға қалауыңызша пияз, картошка және сәбізді турап алатын боламыз. Қажетті көкөністеріміздің барлығын турап алдық. Қыздар, қалауыңызша майдалап немесе ірі етіп әдемілеп турап аламыз. Келесі кезекте қазанымызға немесе осылай кішігірім табамызға кішкене ғана май құямыз. Қыздар, немесе майын көбірек қаласаңыздар, көбірек құйып пиязымызды қуырамыз. Және де жаңағы көкөністеріміздің барлығын кезекпен қуырып, мен мұнда томат салдым. Томатты осылайынан қатырып қойсаңыздар, ешқандай да көгеріп кетпейді. Егер ұзақ тұратын болса, осы әдіспен қатырып қойыңыздар. Және де мен алдында видео бар, менде көкөністерді қатырған болатын. болгар бұрышы, укроп, қызанақты блендерден өткізіп, видеоларымды қарасаңыздар бар. Осы қатырып қойған қоспаны қостым, өте дәмді болып шығады. Көкөністерімізді жақсылап қуырып алдық. Қыздар, келесі кезекте дәміне қарай тұз және де қара бұрыш, қаласаңыз паприка қоссаңыздар да болады. Қосып жақсылап араластырамыз. Және де жаңағы дайын тұрған бұрыштарымызды үстінен салып шығамыз. Егерде басқаша жолмен алдымен қуырып, үстіне су құйып, содан соң бір қайнағаннан соң салсаңыздар да болады. Немесе осылай мен сияқты бірден қуырылып жатқан көкөністеріміздің үстінен осы бұрыштарымызды қойып, үстінен қайнап тұрған су құямын. Мен суымызды құйып, бетін жауып, бір қайнағаннан соң тұзының барлығын дәмін көріп дұрыстап, 30-40 минутқа пісуге қалдыратын боламыз.
Тағамымызды осылай сорпа тамақ ретінде ұсынсаңыздар да болады, қыздар, немесе егерде қаласаңыз мантаваркаға пісіріп, дәл осы жолмен жасайсыздар да, мантаваркаға пісіріп, буға пісіріп ұсынсаңыздар да болады. Қасына мантымен және де капустамен жасалған фарш түрінде қосып әдемі етіп қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да болады. Өте керемет, қай әдіспен жасасаңыз да өте дәмді болып шығады. Осымен біздің тағамымыз дайын болды. Бір қайнағаннан соң тұзын барлығын дұрыстап, астын орташа отқа қалдырып қайнататын боламыз. 30-40 минуттың ішінде пісіп дайын болады. Өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей қыздар, тағамымыз дайын. Осылай әдемі етіп құйып, бетіне аскөктермен сәндеп ұсынсаңыздар да өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап мені қолдағандарыңызға көп-көп рахмет. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, және де тегін лайктарыңызды аямай басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Баршаңызға көп-көп рахмет.